Наполеон Хилл, ойлан да байы. Үшінші тарау. Адам неге сенсе, соған қол жеткізе алады. 50 жыл бұрын Эдвин Барнс оранжыға тауар тасымалдаушы пойыз арқылы келген сәтінде сырт келбеті көшедегі қайыршыдан аумағанымен ойлары тым асқақ еді. Теміржол вокзалынан Томас Эдисонның кеңсесіне жеткенге дейін оның ойы дамыл таппаған. Жол бойы өзінің Эдисон мырзамен қатар тұрғанын көз алдына елестетіп келді. Эдисоннан өмір бойы аңсаған арманына қол жеткізуге және ұлы өнертапқышпен бірге жұмыс істеуге мүмкіндік сұраған дұғасын да іштей қайталаумен болды. Барнстың арманы тек соқыр үмітке құрылмаған еді. Оның қалауы бір сәттік қана құмарлыққа емес, күмән тудырар арам ой мен жаман ниеттерді ысырып тастайтын шексіз ықыласқа құрылған болатын. Оны үлкен іске ұмтылдырған шексіз ықыласы болатын. Бірнеше жылдан кейін дәл сол кеңседе Эдвин Барнс ұлы өнертапқыштың алдына қайта келді. Бұл жолы оның ұмтылысы шындыққа айналған еді. Ол Эдисонның тең серіктесіне айналды. Барнстың өміріндегі басты арманы осылайша жүзеге асты. Оның жетістікке жетуінің басты себебі алға қойған нақты мақсаттары болды, және сол мақсатқа жету жолында бар қуатын сарқа тауысып, маңдай терін аямай төге алды. Барнс құлшына күткен сәт туам дегенше 5 жылда өте шықты. Басқалар үшін ол Эдисон механизміндегі көп деталдардың бірі ғана еді. Дегенмен Эдисонның өзі Барнсты жасампаз серіктес ретінде қарап тең санаған. Аталған мысал үлкен ұмтылыстың қуатын айқын көрсетеді. Барнс өз мақсатына жетті. Өйткені ол Эдисонмен серіктес болуды барлық мұраттарынан жоғары қойып, ең алдымен соған қол жеткізуді армандады. Сол мақсатын жүзеге асыру үшін жоспар да құрды. Кежегесі кері тартар әдеттерден арылды. Ол өзінің арманын арқау етіп, өмірінің ең басты мақсаты мен ықыласына айналдыру арқылы діттегеніне жетті. Оранжға аттанып бара жатқанда ол Эдисоннан қандай да бір қызмет беруін өтініп көремін деп емес, Эдисонмен алғаш жолыққан сәтінде тең серіктес болғым келгенін ашып айтамын деп өз-өзіне сөз беріп келді. Ол жоспарым іске аспаса, басқа жолды қарастырып көремін деген ойдан аулақ болды. Өз-өзіне бұл әлемде жетемін деген бірақ нәрсем бар. Ол Эдисонның серіктесі болу. Мен артыма бұрылмаймын. Шегінерге жол жоқ. Бүкіл болашағымды өзімнің мақсатқа жету қабілетіме сеніп тапсырамын, деп серт еткен. Барнс басқа мүмкіндікті қарастырмады. Алдында 2 ғана жол бар. Дегеніне жету немесе өлу. Міне, Барнс жетістігінің бар құпиясы осы. Ойыңда ақшаға айналдырар 6 қадам. Байлыққа деген құштарлықты ақшаға айналдыруға болатын бірнеше әдіс бар. Аталған әдіс төменде берілген 6 қадамнан тұрады. Бірінші, қол жеткізгіңіз келген ақшаның нақты сомасын анықтаңыз. Жай ғана маған қомақты қаражат керек деп айту жеткіліксіз. Соманы айтқан кезде сенімді болыңыз. Сенімділікті қажет ететін психологиялық себеп бар. Бұл келесі бөлімдерде түсіндіріледі. Екінші, қалаған ақшаңыздың қарымтасына не ұсынатыныңызды нақтылап анықтаңыз. Өмірдің шындығы берсең ғана аласың. Үшінші, сол қалаған ақшаға ие болғыңыз келген күнді нақты белгілеңіз. Төртінші, қалауыңызды жүзеге асыру үшін нақты жоспар құрыңыз. Дайын еместігіңізге қарамастан жоспарды дәл сол мезетте орындауға кірісіңіз. Жоспарды іске асырыңыз. Бесінші, қалаған ақшаның нақты сомасын жазып алыңыз. Сол сомаға жету үшін қанша уақыт сарп етеріңізді айтыңыз. Ақша үшін не істейтініңізді нақтылаңыз. Және осы істі жүзеге асыруға бағытталған жоспарыңызды толығымен сипаттаңыз. Алтыншы, жазылған соманы күніне 2 рет ұйықтар алдында және таңертең тұрғанда дауыстап оқыңыз. Оқыған сайын өзіңіздің сол ақшаға ие болғаныңызды елестетіп көріңіз, сезініңіз және тағы да сеніңіз. Аталмыш 6 қадам арқылы сипатталған тұсқаулықтарды
орындау аса маңызды. Әсіресе 6-шы нұсқауды қадағалап орындағаныңыз жөн. Ақшалы болғанды елестетіп көру арқылы ақшаға қол жеткізу еш мүмкін емес деуіңіз мүмкін. Осы жерде сізге көмекке үлкен құштарлығыңыз келеді. Егер сіз шынымен де ақшаны қаласаңыз, оны өміріңіздің негізіндей көрсеңіз, онда оған жететініңізге өзіңізді оңай сендіресіз. Мұндағы негізгі мақсат ақшаны қалау және сол ақшаға қол жеткізетіндігіңізге өзіңізді сендіре алу. Қағидалардың құны $100 миллион. Бұл нұсқаулар адам санасының жұмыс істеу қағидаларын білмейтін бастамашылық қабілеті жоқ жандар үшін іске алғысыз болып көрінуі мүмкін. Дегенмен мұндағы қағидаларды болат зауытында қатардағы қара жұмысшы болып еңбек жолын бастаған Эндрю Карнегидің өз аузынан жазып алғандығым қызығушылығыңызды оятатын болар. Қарапайым отбасынан шыққанына қарамастан, Карнеги мырза аталған қағидаларды берік ұстанып, $100 миллион астам пайдаға кенелген. Бұл қағиданы кейіннен Томас Эдисон егжей-тегжейлі зерттеп, оның тек ақша жинау үшін ғана емес, сонымен қатар кез келген мақсатқа жетуге сеп боларын анықтап, өз тәжірибесі арқылы тұғырын бекіте түскенін де айту артық болмас. Аталған қадамдарды орындау үшін көп күшіңізді сарп етпесіңіз анық. Ол үшін құрбандыққа барудың да қажеті жоқ. Бұл қадамдарды қалыс қалмай жасайтын болсаңыз, біреудің табасына яки күлкіге қалмайтыныңыз да белгілі. Ол үшін үлкен ғұлама болудың не арнайы бір жоғары оқу орнында тамамдаудың қажеті жоқ. Тек бір ғана дүниеңіз болса жеткілікті. Мүмкіндікті қандай да бір жағдайдан немесе маңдайға жазған тағдырдан күтпей, байлыққа жетудің жолдарын айқындап беретін қиялыңызға жүгінуіңіз керек. Ақшасы көл-көсір қалталы азаматтардың басым бөлігі бастапқыда ұшқыр қиялына, армандарына, үміті мен нақты жоспарларына иек арту арқылы байлыққа қол жеткізгенін білгеніңіз жөн. Осы беттерді оқып отырып, ішіңіздегі ақшаға деген құштарлықты оятпай, бұл арманды көз алдыңызға елестетпей, байлыққа жете алмасыңызды ұққан боларсыз. Үлкен армандар байлыққа айналады. Бүгінгі құбылған заманның жаңа кезеңдерінде мүлдем соны ойлар өндірістің тосын жолдары, маркетингтің жаңа тәсілдері, заманауи әдебиет, телевидение мен кино әлемінде жаңа ізденістер ауадай қажет. Сондай түрдегі ізденістерге деген сұранысты бағамдап, алдына нақты мақсат қоя біліп, сол мақсатқа жетуге талпынған жасампаз адамның алдынан байлықтың есігі айқара ашылатынын ұмытпайық. Байлыққа құшырлана ұмтылған әрбір жан бағзы замандардан бергі нағыз көшбасшылар сана түкпіріне жасырынып жатқан мүмкіндіктерді ашып, оларды өмірімізді гүлдендірген істерге, мәселен алып ғимараттарға, қалаларға, зауыттарға, ұшақтарға, көліктерге және басқа да пайдалы дүниелерге айналдыра білген адамдар екенін ұмытпауға тиіс. Байлықтан алар үлесіңізді жоспарлау кезінде басқалардың сіздің армандарыңызға күле қарауына жол бермеңіз. Бүгінгі мың құбылған әлемде биік асуларды бағындыру үшін өздерінің бар арманын өркениетті қоғам құруға арнаған адамдардың жайлы өмір сүруіне ұйытқы болған бұрынғының ұлы жасампаздарының рухын ұғынғаныңыз жөн. Аталған жасампаз рух жер шарындағы адамдардың басым бөлігінің қозғаушы қуаты саналады. Құрметті оқырманым, сіздің және өзімнің де аталған артықшылықтарды кәдеге жарата алар керемет мүмкіндік барын ұмытпаңыз. Егер сіздің қалауыңыз жағымды ойға толы болса және осы ойыңызды жүзеге асатынына сенсеңіз, қол қусырып қарап тұрудың қажеті жоқ. Алға ұмтылыңыз, арманыңызды ақиқатқа айналдырыңыз. Арманыңызды бәрінен биік қойыңыз және уақытша сәтсіздікке ұшырағанда басқалардың кертартпас сөзін құлаққа ілмеңіз. Олар әрбір жеңіліс өзімен бірге жеңістің де дәнегін ала келетінін білмейтін шығар. Томас Эдисон электр қуатымен істейтін шам жасауды армандаған еді. Эдисонның санасында дәл осы ой жылт ете қалғанда уақыт оздырмай бірден іске кіріскен.
қолға алған ісі 10 мыңнан аса мәрте сәтсіз болса да арманы шындыққа айналғанша өз ойынан айнымады. Жасампаз армандаушы сіз де берілмеңіз. Уиллан сигара дүкендерінің желісін ашуды армандаған. Ол дегеніне жете алды. Қазіргі кезде Американың 4 бұрышында самсап тұрған Stories дүкендері жетерлік. Ағайынды Райттар ауада қалықтап ұшатын машина жасауды армандады. Қазір бүкіл әлем олардың арманының іске асуына куә болуда. Маркони көзге көрінбейтін құрылғылардың көмегімен ақпарат жеткізуді армандады. О баста оның арманы жай бір қиял болып көрінгенмен, қазірде теледидар немесе радионы қосқан әр адам Маркони қиялының жемісін жеп отыр. Маркони өзінің сымсыз немесе басқа тікелей физикалық байланыс құралынсыз хабарды ауа арқылы тарататын құрал тапқандығы туралы жариялаған кезде, оның достарының бірі психотерапиялық емханаға әкеліп дәрігерге қаралуын сұрағанын білгеніңіз жөн. Бүгінгінің арманшыл жасампаздарына деген көзқарас бұрынғыдан әлдеқайда жағымды жағына қарай өзгергені анық. Қазір бұрынғының жасампаздарының түсіне де кіріп шықпаған мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. Қалауын тапсаң қар жанар. Осы бөлім аяқталуға шақ қалғанда, сіздерді өзім білетін адамдардың ішіндегі ең ерекше тұлғалардың бірімен таныстырғым келеді. Ол баланың дүние есігін ашқанда құлағы болмады. Бұған қатысты дәрігерлер де оң пікір білдірмеді. Олар баланың өмір бойы саңырау және мылқау болып қалуы мүмкін екенін айтты. Мен дәрігерлердің пікірімен келіспедім. Олай істеуге менің толық құқым болды. Өйткені мен сол баланың әкесі едім. Бұл жаман жорамалға сенгім келмей, өзімше шешім қабылдадым. Бірақ шешімімді жарияға жар салмай, ішімде сақтадым. Менің қалауым бойынша балам тыңдай да, сөйлей де алуы қажет. Бірақ қалайша? Әйтеуір тығырықтан шығар жолдың барына сендім. Сол кезде ұлы Эмерсонның әлемде болып жатқан барлық нәрсе бізді сене білуге үйретуге арналған. Біз тек көнуіміз керек. Барлығымызға арналған бір жол бар. Біз оны үнсіз тыңдау арқылы оның бізге не дегісі келгенін біле аламыз деген сөздері ойыма оралды. Ол қандай жол? Әрине ақ тілек екені даусыз. Әлемде бәрінен де ұлымның мылқау әрі саңырау болмауын бар ықыласыммен тіледім. Сол ақ тілегімді бір секундқа да доғармадым. Қолымнан басқа не келеді? Қалай болғанда да баламның санасына құлақтың көмегінсіз ыстық ықыласымның үнін жеткізудің жолдары мен құралдарын табуым керек деп ойладым. Бұл ойлардың барлығын іштей ғана ойлап, бұл туралы ешкімге тіс жармадым. Әр күн сайын арманым жайында ойлаумен болдым. Бар тілегім мен тұрғанда балам саңырау және мылқау болмауға тиіс. Балам жан-жағындағы нәрселерді байқап өскен сайын біз оның аз да болса ести алатынын байқадық. Балалар сөйлей бастайтын жасқа жеткенде ол сөйлеуге ешқандай талпыныс жасамаған еді. Бірақ оның әрекеттеріне қарап кейбір дыбыстарды шамалы болса да ести алатынын түсіндік. Менің білгім келгені де осы еді. Егер ол аздап ести алатын болса, есту қабілетін дамыта түсуге болады емес пе? Арада біраз уақыт өткен соң үміт отымды одан әрі маздатқан бір оқиға болды. Жақсылық мүлдем күтпеген тұстан келді. Біз амалын таптық. Бірде патефон сатып алған едік. Баламыз музыканы алғаш рет естіген кезде оны қатты ұнатқаны соншалық патефонды тез арада иемденіп алды. Бір кезде ол патефонды қайта-қайта қосып, тіпті 2 сағатқа дейін бір пластиканың алдында тұрып алып, қорабының шетін тістеп тұратын әдет шығарды. Өздігінен пайда болған бұл әдеттің маңызын сүйек арқылы дыбыс есту қағидасы туралы естігенге дейін бағамдай алмадық. Біршама уақыт өткен соң ернім баламның басына тигенде оның менің даусымды анық еститінін байқадым.
баламның даусымды анық еститінін түсінгеннен кейін мен лезде оның санасына есту және сөйлеуге деген ықыласын арттыра түсуге тырыстым. Сөйтіп оның ұйықтар алдында ертегі тыңдағанды жақсы көретінін түсініп, өзіне деген сенімін, қиялын және естуге қалыпты адам болуға деген ықыласын арттыру үшін жаңа ертегілерді ойша құрай бастадым. Кейде бір оқиғаға қызықты жаңа детальдар қосып, бірнеше мәрте қайталап айта беретін едім. Ұлымды оның физикалық кемістігі мысалдық емес, оның физикалық кемістігі масылдық емес, тағдырдың үлкен сыйы екеніне сендіргім келді. Философиялық еңбектерге кез келген қиындық өзіне пара-пар артықшылық әкеледі деген ұстанымдарды оқығаныммен бұл шектеудің қалай байлыққа айналуы мүмкін екені ол кезде қаперіме де келмегенін мойындауым керек.